Сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осы әдемі тұрған сабындардың жасауына керекті құрал-жабдықтармен таныстыратын боламын. Ең алдымен кішкентай өтінішім, менің каналыма тіркеліп, қоңырауды басып қойсаңыздар. Кеттік. Осындай әдемі сабындардың жасауын, керекті құрал-жабдықтарды қайда алу керектігін бұйыртса келесі сабақтарда айтатын боламын. Енді осы сабындардың жасауына керекті құрал-жабдықтармен таныстыратын боламын. Осындай әдемі сабындардың керекті құралдары. Ең бізге керекті зат ол мынная основа. Қарап кетер. Міне мынадай болады. Мөлдір светтес. Осындай зат бізге міндетті түрде керек болады. Осыны алғаннан кейін міндетті түрде осындай целлофанға салып қойыңыздар, себебі бұл қатып қалады, және де бұл үй температурасында сақталады. Келесі бұл мынная основаның ақ түрі, белый түрі. Осы екі затпен осы сабындарымыз жасалады. Бізге керекті ол түстер, красителдер керек болады осындай әртүрлі. Менде осы екі свет бар қазір таңда. Және де бізге керекті заттар ол запах деп айтылады, яғни иістер керек болады. Әртүрлі иістері болады. Осындай ромашка, кокосовый міне. Кейбір клиенттер осы иістерін ұнатпайды, сондықтан иіссіз де заказ береді. Ендігі керекті заттар ол осындай формалар керек болады бізге, әртүрлі формалар, пластиковый формалар міне. Және де бізде қазір ұсынысқа ие ол силиконовый формадағы сәбидің формасы. 3D деп аталады осы форманы. Міне осы сәбиіміз осыдан жасалады. Және де 2D дейді, бұл силикон формасы. Бұда тоже сәбиіміз бар. Міне осындай сәбилер жасалады. Яғни ешқандай киімі ештеңесі жоқ сәбилер. Міне көріп тұрыңыздар, бесіктің ішінде тұрған сәбиіміз. Осындай әдемі. Бұл формалар кондитер сататын жерлерде де бұл форма болады, ал мына форма болмайды. Енді керекті зат ол бізге міндетті түрде этил спирті керек болады. Этил спирті жұмыста бастағанда осы этил спиртімен пайдаланатын боламыз. Мен этил спиртін осындай формада құйып қойдым, өзім ыңғайлы болу үшін жуып дайындап. Бұның өзінің арнайы формалары да болады, бірақ осындайда формаларда пайдалануға болады үй жағдайында. Және де бізге осындай таяқшалар керек болады, араластыруға, пайдалануға. Және де бізге осындай ыдыстар керек болады. Мен үй жағдайында осындай ыдыстарды жуып, тазалап алдым, дайындап. Ең алдымен басында дайындамас бұрын бұл ыдыстарды спиртпен шашып тазалап аламыз. Яғни жабысып қалмау үшін. Және де мен осындай спириш керек болады. Үй жағдайында осындай спиришті пайдаланам. Бұның өзінің арнайы спириштері болады. Бірақ та маған өзім ыңғайлы осы спириш болғандықтан мен осыны пайдаланамын. Осы формаларды пайдаланбас бұрын ең алдымен бұлардың бәрін осы спиртпен шашып аласыздар. Себебі бізде дайындалған кезде ішіне бітіп қалған. Осылай шашып бәрін дайындап аласыздар. Яғни бізде мына основаларды құйған кезде олар жабысып қалмау керек. Сондықтан осылай шашып аласыздар. Осылай шашып аламыз. Және де бізге осындай масло керек болады. Осы маслоны пайдалансаңыздар болады. Және де бұл маслардың негізі өзінің арнайы маслолары болады. Қосуға арналған. Үй жағдайында осындай майсана маслын қолдансаңыздар да болады. Мен жұмыс жасағанда ешқандай масло ешқандай қоспаймын. Өзіме ұнамайтын болғандықтан масланы қоспай жасаймын. Өздеріңіз қалауларың бойынша жасауға болады. Бұл жұмыста жасаған кезде ең алдымен жылдамдық керек.
осындай әдемі сабындар. Мынау міне мысалға машина. Мен қазір заказға ететін зат. Осындай әртүрлі. Бұл сабындар гипоаллергенді, яғни бұл аллергия тудыртпайтын сабындар. Аллергиясы бар адамдарға өте пайдалы сабындарды сізге айтады. Яғни ешқандай ішінде химикат жоқ. Және де бұл кішкентай сәбиден үлкен кісілерге дейін пайдалануға болады. Өте ұтымды. Бірақ бұл жұмыс жасағанда ұзақ уақытты алады. Бірақ пайдалы. Осындай әдемі сабындар бар. Кішкентай қыздарыңызды, кішкентай сәбилерді жуындыруға болады. Мен өзім 3 айдан бастап жуындырдым. Осындай әдемі сабындар. Келесі сабағымызда осы сабындардың жасалуын, каждыйын үйрететін боламын. Берса алдағы уақытта менің каналымда бақылап жүріңіздер. Және де бұл сабындардан қайдан алу керек екендігін берса айтатын боламын. Тамашалағаныңызға рахмет. Сау болыңыздар. Сұрақтарыңыз болса комментарияға жазыңыздар.